Қайырлы түн, қалдарыңыз қалай? Менде дәл қазір уақыт 0:30 болып тұр, яғни түнгі 12:30. Бірақ та өте қызық идея келгеннен кейін бұл нәрселермен сіздермен дәл қазір бөлісуді жөн көрдім. Уақыт өткізбей, сонымен бастайық. Енді түнде адамдар ұйықтап жатыр, сол үшін енді қатты дауысымды көтеріп сөйлемейтін боламын. Сонымен бастайық. Бүгінгі біздің тақырып бұл айнала бізге қалай әсер етеді, немесе сен кімді тыңдап жүрсің. Кішкентай кезімізден ақ бізді осы үлкен уақытқа дейін, яғни есейгенімізге дейін толыққанды бізді тәрбиелейтін бұл біздің айналамыз және қоршаған ортамыз. Жоқ, ол олай емес. Мен өзімді тәрбиелеймін, мен өз ойымды басқарамын дейтін кісілердің барлығына бірден сондай жауап. Себебі кішкентай кезімізде балалармен араласамыз, мектептегі мұғалімдермен араласамыз. Мектептегі мұғалімнің мышлениясы кейде адамның ойы болса, ол бізге тура соны ойымызға кіргізеді. Немесе садикта бар ол нәрсе, одан бөлек университетте бар. Ол жерде түрлі нәрселер үйретіледі. Мектепте әсіресе кемшіліктер миллион, өте көп. Оның қайсы бірін айтамын дейтін болсам, шынымен видео ұзаққа созылып кетеді. Себебі мектепте сен қателесетін болсаң, саған 2 қояды. Бизнесте сен қателесетін болсаң, сен келесіде ол қатені жасамайсың. Міне осындай нәрсе бар, және келесіде сен мысалы мықтырақ болып бастайсың. Қателесу бұл қалыпты нәрсе кәсіпте. Кәсіп қайда жатыр? Мектеп қайда жатыр? Мектепте сен қалаған уақытында әжетханаға жібермейді, дәретханаға жібермейді. Минус кәдімгідей уже сұрану керек екенін саған миыңа құйып бастайды. Мектептегі мұғалімдер ерте сен жұмысқа орналасуың керек болады дейді. Тура солай айта берсе кілең кемшіліктер, кілең минустар шығып жатыр. Осы орайда мінекей одан бөлек сіздің ойыңызға қазіргі таңда күтпеген жерден өз пропагандасын, өз ойын байлап жіберетін нәрселерді толыққанды қарастырып өтейік. Бұл бізде ең алғашында кинолар. Яғни барлығымыз кино көреміз. Қандай кино көреміз? Кілең, ұрыс, төбелес, соғыс, әрине боғауыз сөздер кездесіп жатады. 18 қосу сценалар бар. Бұның барлығы біз қалыпты нәрсе ретінде ойластыра бастаймыз, және әрине бұл нәрсе ойламаған жерден біздің өмірімізге еніп бастайды. Соның бірден бір дәлелі барлығы жақсы көретін, бірақ та саналы адамдардың барлығы жек көретін бұл бізде Титаник кино фильмі. Көп адамдар сұрауы мүмкін, енді бұл қалыпты нәрсе ғой, жай ғана махаббаттың әдемі историясы, Джек пен Розаның әдемі хикаясы деуі мүмкін. Бірақ та мәселе мүлдем одай емес. Саналы адам бұл киноны өмірінде бірде рет көрмеу керек. Себебі ол жерде түрлі байларға арналған әртүрлі пропаганда қолданылған. Мысал ретінде, бай болу дұрыс емес, ақша қолдың кірі, байлардың мәселелері бітпейді. Олар әрдайым жамандық қана ойластырады. Олар басқа адамдарды жақсы көрмейді. Олар әрдайым бақытсыз. Олар бәрін ақшамен сатып ала береді. Олардың өмірлері астан-кестен болып жатыр. Тура солай жалғастыра берсе, осындай стереотиптердің барлығын миға құйып жатыр. Бұл бірден бола бермейді. Сіз ақырындап бұл нәрсеге кіріп бастайсыз. Одан бөлек кинодан кейін әрине бұл бізде сериалдар. Қазіргі таңда ютубта қазақша тілді түрлі контент шығып жатқанымен жұрттар әрине қуанады. Керемет, осындай контент дамый берсін деп айтып жатады. Бірақ та бұл сериалдардың түпкі мағынасын кім түсініп бастады? Ана пацанский историядан бастап, мысалы 90 жылдағы әрекеттер болған дұрыс, жаман әрекеттермен айналысқан бұл авторитетті, басқалармен ұрып төбелесіп соғу бұл қалыпты нәрсе, және оған еш нәрсе болмайды деген нәрсені ақырындап ойға миыңызға енгізіп бастайды. Одан бөлек қаншама сериалдар қарасам, сол сәлемнің барлық сериалдарын толыққанды айтуға болады. Адамдардың барлығына тікелей кері әсер етеді. Және оның әрине тағы да бірден бір мақсаты ойға әсер етудің бөлек, олар адамның көңілін басқа жаққа алып тұрып тастайды. Елімізде неше түрлі сұмдықтар болып жатыр. Бүкіл әлемнің назары бізде болғанымен, біздің қарапайым адамдардың назары қайда? Әрине қарапайым сериалдарда. Күндіз-түн сол сериалдарды қарап жатамыз. Себебі олар әрине өте көп және көре бергің келеді. Бара қызық бола түседі. Жаңа сериалдар көре бересің, және бұл бір түрлі бір наркотик сияқты болып кетуі мүмкін. Сол үшін мінекей біздің көңілімізді алып кете береді. Ал жоғарыдағы кісілер әрине өз дегендерін істей береді. Себебі қазақтар қайда? Олар сериал қарап отыр. Болды. Осы себепті мысалы тағы да бір жұрттардың көп жақсы көрмейтіні, қазіргі таңда түрлі шоуларға батып кеткен қалауын телесериалы, шоу деуге болады. Әлі осы уақытқа дейін қаншама жұрт бұл сериалдарды жақсы
көрмесе де бұл сериалға түрлі негативті отзывтар айтқанның өзінде әлі де екі шоу жүргізіп келе жатыр. Бұл бір болайық, және сол қалауымның жаңа варианты қандай атын ұмытқадым, міне тура сол екеуі әлі күнге дейін жасалып келеді. Қосылайық, міне есіме түсті. Одан бөлек жақсы ары қарай жалғастырайық. Бұл бізде жаңалық және пропаганда. Жаңалықтарды көретін болсаңыздар, кілең толыққанды топ кеткен негатив және барлық мемлекеттік телеарналар. Міне мемлекеттік телеарналар. Мемлекет не көрсеткісі келеді? Қарапайым халыққа тура соны көрсетеді. Сөйтіп адамдардың барлығын зомби етуге оп-оңай кез келген мүмкіндік ашылып тұр деген сөз. Одан бөлек әрине бұл бізде инстаграмдар, сіз кімге өзіңіз тіркелдіңіз, тек қана әзілқой, ешқандай ақыл нәрсе айтпайтын, тек қана өзінің мысалы бай өмірін көрсете беретін блогерлер болса, әрине бұл да біліп отырсыздар дұрыс емес екендігін. Бұдан бөлек инстаграмда кімге подписка жасадық, соның барлығын дұрыстап тексеріп өткен дұрыс. Қандай жалпы өмірде, міне келесі пункт бізде ата-ана, қандай өмірде достарымызбен араласамыз, олар негативті ой салып жатыр ма сізге, олар сізге керісінше бизнес бастама, жұмыс жасама, онлайн бизнестер, бұның бәрі өтірік, алқатрон пирамида деп айтып кеткеннің өзі, міне көрдіңіздер ме қаншалықты дұрыс емес. Себебі мен білем, кейбір мысалы жас өспірімдер бар, ата-аналарына көмектескісі келеді, олардың айлықтарының аз екенін біледі, олар 13-те, 14, 15, 16, 17-те, 18-де болғанымен ата-аналар оларға онлайн бизнесті, инстаграмда бизнес дамуды рұқсат етпейді. Неге екені просто түсініксіз. Өздері жасамады, сәйкесінше балаларға да тура сол ой құйып бастайды. Яғни инстаграмда ақша табу мүмкін емес. Бар да қарапайым жұмысқа орналас, біз сияқты жалақы алып отырсаң, сол нәрсе дұрыс. Яғни тұрақтылық бұл жақсы нәрсе деп үйретіп жатады. Одан бөлек әрине ата-анамыз бар, олардың түрлі ойлар бар, әр адам әртүрлі болғаннан кейін олардың ата-анасы кезінде СССР-дің заманынан түрлі нәрселерді құйып қою мүмкін. Сәйкесінше ата-ана білмей жатып, жақсы ниетпен, жақсы пейілмен сізге өзі оны түсінбей тұрып, неше түрлі ойларды салып қою мүмкін. Себебі олар анау сізден кішкентай кезіңізден бастап сізбен енді ара қатынаста жүреді. Сол үшін міне айтайын дегенім, айнала бізге қалай есептеді, енді байқасаңыздар болады. Әр айтқан адамның сөзіне мән берсеңіздер болады. Мысалы, біреу 10 мың теңге куртка сатып алады қыста, екінші адам 100 мың теңге сатып алады куртка. И сіз 10 мың теңге сатып алған досыңыз сізге айтады: мынау 100 мыңға куртка қайтесің, ол қымбат қой, одан да ол 100 мыңға барып кеттік, бірнәрсе істеп қайтайық дейді да, сол ақшаны жұмсап тастайды. Көрдіңіздер ме, қандай мышление? Кедей адамның мышлениесі. Себебі 100 мыңға куртка алу деген, бұл мен бай адам болып үйдіп прямо еш нәрсе айтпай қояйын, но 100 мыңға куртка алу деген ол миллион теңге куртка алу емес. Бұл қарапайым қалыпты нәрсе ретінде сізге байқалу керек. Әйтпесе жаңағы 10 мыңдық куртканы сіз норма деп есептейтін болсаңыз, өмірдің соңына дейін солай болады, және сіздің балаларыңызға тура соны байқаусыздан әрине өзіңіз құйып бастайсыз. Да, мысалы тағы да нәрсе бар, сүт ішу ол пайдалы деуі мүмкін сізге. Хотя қазіргі таңдағы сүттің құрамы бұл қарапайым дүкендегі клейді ішкенмен тең болып келеді. Оның дым пайдасы жоқ, просто ноль. Кейбір адамдар айтуы мүмкін сүттің кальций, ана жарнамаларда неше түрлі айтып жатыр. Оларға бәрібір, олар сіз не ішіп жатсыз, оларға бәрібір, және ол заводта ешкім тексеріп те жатқан жоқ. Ана колбасаның ішіне не бар, ал сыртында жаза беретін неше түрлі. Оларға ең басты сот өнімді өткізу және сізден ақша табу болып келеді. Сіз өзіңіз сол заводқа барып сол колбасаны неден жасалатынын қарайтын болсаңыз, түрлі ойлар міне салынып бастайды. Көрдіңіздер ме, адам қаншалықты сізге жақсы пейілмен, мысалы ата-анаңыз сүт ішу керек дейтін болсаңыз, ал сіз сол сүттің дұрыс емес екенін өзіңіз біліп тұрсыз. И бұл жерде ата-ананы да кінәлай алмайсыз, себебі олар тек жақсы пейілден айтып отыр, бірақ та олар білмей айтып отыр. Сол үшін осы нәрсенің барлығын мұқият ескерген дұрыс. Міне ютубта осындай шығарып жатқан видеолардың барлығы тек қана өте қатты саналы түрде өмірін өткізетін кісілерге арналады. Сол үшін егер осындай видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк баса отырыңыздар. Жеке пікірлеріңіз, ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийда міндетті түрде күтемін. Менімен байланысатын төменгі құралдардың барлығы комментарийда жазылып тұр. Одан бөлек әрине видеоларды таратқыңыз келсе мархабат. Және сіздермен келесі видеоларда енді алдағы уақытта көріскенше.